Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақта ағылшын тіліндегі сөздердің дұрыс оқылуын үйренеміз. Яғни әріп тіркестерінің дыбысталуын үйренеміз. Әріп тіркестері letter combinations деп аталады. Бірнеше әріптер тіркесіп, басқаша дыбысталуын айтамыз. Жазылғанда басқа, дыбысталғанда басқаша болады. Ағылшын тілін 0-ден бастап үйренгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп алыңыз. CK әріптері К деп дыбысталады. Менімен бірге оқып қайталап отырыңыздар. Black, back, suck, jack, back, neck, peck, clock, truck, luck. CH әрпі Ч, чемодан дегендегі Ч дыбысын береді. Cheese, chick, bench, teach, reach, match, lunch, watch, catch. SH әріптері Ш дыбысын береді. Shelf, shell, sheep, sheep, fish, show, shower, wash, rush, splash. PH әрпі Ф деп дыбысталады. Photo, alphabet, elephant, telephone, biography, sphere, phone. Келесі екі О әріпі У дыбысын береді. Book, cook, took, look, spoon, moon, two, foot, zoo, balloon, roof, good, football, foot. И әріпі И дыбысын береді. Sweater, weapon, pitch, eat, leave, clean, read, treat. О әріпі О деп дыбысталады. Goat, coat, loaf, broad, road, throat, boat, soap. И әріптері де И дыбысын береді. Monkey, key, money, chimney, honey. Р әріптері R дыбысын береді. Car, park, far, hard, chalk, art, smart, bar, jar. Яғни R деген дыбыс береді. Р әріптері О деп дыбысталады. Horse, fall, horn, torn, corn, short, sport, court. Және әріптері сөздің соңында келсе, қазақ тіліндегі дыбысына ұқсас. Деп дыбысталады. Her, term, nerd, fern, nerve. Сөздің соңында және қазақ тіліндегі әге ұқсас, бірақ қатты олай емес. Writer, waiter, dinner, flower, butter, driver деп оқимыз. Кей және Н әріптері сөздің басында келсе, Н деп қана оқылады, кей әріп оқылмайды. Knee, knife, no, knock, night, not. М, Б әріптері сөздің аяғында М деп қана дыбысталады, Б әріпі оқылмайды. Come, bum, climb, thumb, lam, dumb. Н және Ж әріптері бірге ң деп оқылады. Қазақ тіліндегі ң әрпіне ұқсас. King, ring, wing, sing, bang, rang, sang, bong, pong, song. Q және U әріптері сөздің басында келсе, cook деп оқылады. Queen, quit, quick, question, quote. Сөздің соңында К деп қана оқылады және И әрпі оқылмайды. Check, technique, physic. Достар, бүгінгі сабақта әріп тіркестерінің бірінші бөлімін ғана үйрендік. Келесі бөлімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп алыңыз. Бұл видеоны қайталап, қайта көруге кеңес беремін, себебі оқып жаттау үшін бірнеше қайталап оқуды талап етеді. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған English with Aray. Goodbye.